Тас ғасырында өмір сүреміз. Бүгін Алматы облысының Қарасу екі ауылының тұрғындары энергетический ауылдық округ әкімдігінің алдында наразылық шарасын өткізді. Жарық жырының бітер түрі жоқ деген мұндағы жұрт әкім қаралардың уәделерінен жалығып біткен. Ал ақ жағылардың айтуынша қала қазынасынан қаржы бөлінді. Сондықтан шу шығарғандар түк шыдай алмай отыр. Бұл 200-ден аса түтіні бар Қарасу екі ауылының тұрғындары. Көптен бері жарыққа жарымаған жұрт наразылық білдіруде. Жауыр болған жайтты айтуға жиналған ағайын әкімдіктің алдына келді. Төзімі таусылған бұқара биліктен қайыр жоқ деп ашынады. Балдарым сабақ дайындаламайды. Свет жоқ болса, су да жоқ. Осы тоқтап қалады ғой өмірдің бәрі. Бізге білмеймін, қашан болатын, бәрін әбішет етеді, болады дейді, жоқ, бұны жүрміз. Кішкентай балам жауырын көтеріп жүруші кен. Қаяққа баратымыз білмейміз енді. Наразы топ жай сөзге иланбаған шенділердің енді жағасынан алуға бар. Өйткені жарықтан тарыққан табиғи отын тартылмаған таза ауыз су мен жол дейтін тақырыптар тіптен көтерілмейді екен. Свет жоқ, күнде өшеді. Свет жоқ болған кезде суда жоқ болады. Бұл өмірге қалай? Ешкімге керек емес. Әкім келеді, орынбасар уақытта жауап не қылып береді өтіріктен. Ой, мына обещать етіп, міне біз істейміз, әлі жоқ. Президенттің жолдамасында не қылды? Қаяқ кетіп жатқан ақша білмейміз оны. Ал халықты күттіріп әрең дегенде жеткен әкімдіктің өкілі халыққа жақын арада жарық болмайды. Сондықтан өздерің ақша төлеп қостыра беріңдер деп ашық айтты. В поселке Карасу нет света. Қарасу ауданында су жоқ. Бұл проблема жақын арада шешілмейді. Мемлекеттің қаржысынан бұл мәселеге ақша бөлінді. Сондықтан халықты сабырға шақырып, уақытша өз қалталарынан қостыра тұруларын сұраймын. Қараңыз былай, әкім бізге айтты. Трансформаторды бізге, поселокта біз қойып береміз. Я вам еще раз объясняю, вы так не заявляйте. Енді қарасаңыз, мен естіген затымды айттым. Подождите. Вы в письменном виде можете суд. Шенділердің ашуға мінген ағайынды жұбатар жауабы болмады. Ауыздарын қу шөппен сүрткен олар қазынадан қаржы енді ғана бөлінгенін алға тартты. Дегенмен тұрғындарды сабасына түсіруге қауқарсыз болды. Бүгінгі таңда осы свет, су, жаңағы осы жол мәселелері өте қиын болып тұр. Бүгінгі күнде 118 жаңа трансформаторлық подстанцияға осы мемлекеттік жаңа жер актілері дайындалу үстінде. Оған бүгінгі күнде 4 миллион 700 осы Іле ауданы мәслихаты шешіммен бөлінген. Осылайша шу шығарғандардың әкімдіктің алдына келуінен де түк шықпады. Жан ашыған сыңай танытқан әкімдіктегілер бұқараға тек күте тұруға кеңес берді. Сымбат Ғалымбекұлы, Сержан Жеренбай, Қазақ Ньюс, Алматы.